Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 26-сы. Сабақтың тақырыбы Әлібек жылы кейін ауырып қаласың. Әлібек, оденься потеплее, заболеешь. 23 бетті ашамыз. Открыли 23 страницу. Новые слова. Жаңа сөздер. Мойын орағыш шарф. Мойын орағыш шарф. На 23 странице. Байла, завяжи. Байла, завяжи. Ауырып қаласың, заболеешь. На 23 странице есть слова. Менің мойын орағышым, мой шарф. Сенің мойын орағышың, твой шарф. Оның мойын орағышы, его шарф. Мен мойын орағыш байлаймын. Я буду завязывать шарф. Сен мойын орағыш байлайсың. Ты будешь завязывать шарф. Ол мойын орағыш байлайды. Он будет завязывать шарф. Сен мойын орағыш байлайсың ба? Ты будешь завязывать шарф. Ол мойын орағыш байлай ма? Он будет завязывать шарф. На экране мама говорит: Әсет, күн суық. Әсет, день холодный. Бас киім ки. Надень шапку или головной убор. Мойын орағыш байла. Завяжи шарф. Ауырып қаласың. Заболеешь. Жарайды, анашым. Хорошо, мама. Бас киім киемін. Надену шапку. Мойын орағыш байлаймын. Завяжу шарф. Келесі тапсырма 24-ші бетте. Тыңда, қайтала оқы. На 24 странице. Әлібек, күртеше ки. Әлібек, надень куртку. Әлібек, мойын орағыш байла. Әлібек, завяжи шарф. Анна, жемпір ки.